Пано пердесін тігеміз. Бізге турецкий бельордан 3,5 метр мата керек. Оның астына 10 сантиметр қиып тастаймыз. Кромка жағы 2 шеті болады. Матаның ортасында сызық болады осындай. Осыны ортасы етіп аламыз. 2 бүктейміз матаны. Енді бормен сызып бөліп аламыз. Бірінші 15 сантиметр сызып аламыз. Отыз сантиметр сызып қоямыз. Одан кейін 10 сантиметр. Одан кейін 25 сантиметр сызып қоямыз. 25-тен кейін тағы 10 сантиметр сызамыз. Тағы 10 сантиметрден кейін 25 сызамыз. Ар жағында тағы 10 сызамыз. Ар жағында бір 15 сантиметрде қалады. Енді мына 30 сызған жерімізді бір-біріне біріктіріп ине қадап қоямыз. 10 сантиметр сызған жеріміз қалады. 25 сантиметр сызған жерімізді қосып ине қадап қоямыз. Тағы 10 сантиметр жер қалады. 25-ті қосып ине қадап қоямыз. Тағы 10 сантиметр, одан кейін қалған матаны арқаға қайтарып ине қадап қоямыз. Енді дәл осылай сызықтың мына шетін істейміз. Ортадағы сызықтан 15 сантиметр өлшейміз, сызып қоямыз. 30 сантиметр өлшейміз, сызып қоямыз. 10 сантиметр, 25 сантиметр, 10 сантиметр, 25 сантиметр, 10 сантиметр, қалғаны қалады, 15 сантиметрде қалады. Енді бұны да 15 сантиметр қалдырамыз, 30 сантиметрді біріктіреміз, бір-біріне ине қадап қоямыз. Он сантиметрді тастап, 25-ті бір-біріне қосып ине қадаймыз. Тағы да 10 сантиметр қалдырып, 25-ті қосамыз. Тіккенде оңай болады бізге. Тағы 10 сантиметр сызған жеріміз қалдырып, қалған матаны арқаға қайтарамыз. Енді осыны машинкіде түзу етіп 1 сантиметр қалдырып тігіп аламыз. Бастаған кезде складкілер өзіңізге қарайды. Өзіңізге осылай барлығын бірдей, төбесі бірдей болу керек. Астыңғы складкілер өзіңізге қарайды. 1 сантиметр қалдырып тігіп отырасыз. Бір-біріне біріктіріп, жиырылып қалмау керек.
осылай тігіп кете бересіз. Байқасаңыздар, мен штордың екі шетін тіккен жоқпын. Мына сызыққа келу керек, тура осы сызыққа келу керек. Байқасаңыздар, мен штордың екі шетін тіккен жоқпын, өйткені осындай тігіс кезінде қалың болып кетеді. Енді мына ортасына келгеннен кейін мына складкілерді өзіңізден кейінге қарай, алдыға қарай бересіз. Складкілерді қарама қарсы складка жасаймыз енді осылай. Теп-тегіс етіп тігіп отырасыздар, бір-бірінің бетіне шығып кетпеу керек мата. Сіздерге ең оңай әдісін үйретіп жатырмын. Өйткені көп адамдардың машинкасы қалың матаны тіге бермейді. Бұл складка жасағанда мата қалың болып кетеді. Осылай бір тегіс тігіп аласыздар.